Арыстанбек Мұхамедиұлы, сұхбат беруге уақыт бөлгеніңіз үшін алғысымызды білдіре отырып, әңгімемізді көктем мен жаңарудың, достық пен бауырластықтың мерекесі Наурыз мейрамында келіп жетті. Ұлыстың ұлы күнін атап өтуде өзіндік ерекшеліктерін қайта жаңғырту жайлы айта кетсеңіз. Мен кеңінен айтар едім, әр ұлттың, әр мемлекеттің өзінің төл мерекесі болу керек. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы тәуелсіздің бірінші күндері, бірінші жарлықтарының бірі ол Наурыз мерекесін атап өтуге арналған болады. Әрине ол кездегі атап өтілетін Наурыздың мүмкіншілігімен қазір кездегі Қазақстанның мүмкіншілігіне салыстыруда ыңғайсыз. Неге десеңіздер, ол кезде бірінші егемендікке қадам басқан кез, бірінші қуаныштар болып жатқан кез. Қазіргі кезде әрине 21 ғасырда қазіргі Наурыздың сипаты ол әрине ең бірінші мына серпіліс беріп жатқан рухани жаңғыру бағдарламасы. Өздеріңіз білесіздер, өткен жылғы елбасымыздың тарихи еңбегі. Бізде көбінесе мақала деп айтады, мен өз басым айтар едім, бұл тарихи еңбек. Рухани жаңғыру әрине осы еңбектен кейін біздің халқымыздың өмірге деген көзқарасы, өз тарихына, келешегіне деген көзқарасы мүлдем ерекше. Сол себепті де біз қазіргі уақытта Наурызды ерекше атап өтуіміз керек. Неге десеңіздер, жаңа айтып кеткенде, бұл Наурыз біздің қазақ халқының, Қазақстанның төл мерекесі. Ол төл мерекемізді біз қалай өткіземіз? Бүкіл дүние жүзі, біздің келешек ұрпақтар өзі былайша айтқанда алды қойған мақсаттарды осы біздің мерекеміздің қалай өтуіне де байланысты деп тікелей айтар едім. Ең басы ол әрине елдің татулығы. Неге біз айтып жатырмыз, Қазақстан қазір дүние жүзіндегі силы мемлекеттердің нақ ортасында жүр деп. Неге десеңіздер, біз ел бірлігінің арқасында, елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында, ең басы әрине татулық пен ынтымақтың арқасында. Заманауи әлемдегі бәсекелік қабілет, мәдениеттің де бәсекелік қабілеті деген сөз. Осы тұрғыда жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениетті қалай жүзеге асыруға болады? Бізде мәдениеттің мүмкіншілігі көп. Біз шын айтқанда өз-өзімізді шектеп қоямыз. Кітапханалар болсын, музейлер болсын, немесе архивтің саласына қызметтер, енді кино саласына айтпағанда, көбінесе өз-өзімізді шектейміз. Дүние жүзіндегі ең мықты әдістерді алып өзімізге қолдансақ, әрине мәдениеттің былайша айтқанда өз-өзіне көмектесуге мүмкіншіліктері мүлдем басқаша болар еді. Қазіргі уақытта елдің қызығушылығы өз туындыларымызға өте көп. Сол кино саласы егер алдыға сондай үлкен биіктерге жетіп жатса, биік экономикалық көрсеткіштерді көрсетіп жатса, кітапхана, музей, архив салаларында осы көрсеткішке жететін мүмкіншіліктері көп. Ол біріншіден әрине халықтың көңілінен шығып халықтың келуі. Екінші жағынан әрине ол қазіргі біздің ұжымдар ол мәдени орталықтар болып жатыр. Мысалы Астанадағы мен біздің ұлттық кітапханаға айтар едім, мақтанышпен айтар едім. Қазіргі кезде көптеген біздің зиялы қауым, жастар, әсіресе магистранттар жиналатын жер ол кітапхана. Ол халық жиналғасын әрине экономик тұрғыдан да мүмкіншіліктері өте көп. Сол сияқты мысалы дүние жүзінде Венециан архиві бар, Ватикан архиві, немесе Арменияда Матанадаран архиві бар. Былайша айтқанда ол кісілер көбінесе архивті қызметтен басқа былай музей жағына да көп көңіл аударады. Неге десеңіз, сол жердегі туындыларды бүкіл дүние жүзі электрондық нұсқаларын сатып алып жатады. Ол да экономик тұрғыдан үлкен көмек. Сол себептен мен ойлаймын, біздің осы саладағы азаматтарда дүние жүзіндегі алдыңғы қозғалысқа алынып жатқан қағидаларды Қазақстанға алып келсек, әрине сіз айтқанда экономик тұрғыдан да жағдай мүлдем басқаша болар еді. Арыстанбек Мұхамедиұлы, тұшымды ойларыңыз бен салиқалы сұхбатыңызға рахмет. Алға қойған жоспарларыңыздың орындалуына тілекшіміз. Көп рахмет.